Сәлем достар, бүгін біз Ерасыл екеуміз Don't Scream ойынын ойнайын деп жатырмыз. Так, бұл ойынның ерекшелігі достар, қазір мына ойында дауыс шығаруға болмайды. Ағылшынша Don't Scream деген қазақша мағынасы айқайлама шеше деген сөз. Айқайлама, айқайлама маған деген сөз ғой, короче. Сол үшін ойында дауысың шықса, ұтыласың, сразу. Вебка кішірейтші дейді. Қотағыңды кішірейтем бәстемін, ше? Өзі 4 сантиметр қотағың. Қой, екеуміз әдем вообще. Екеуміз деңіз сүйкімдіміз ой, Ебать, ері. Стройка болады ма? Emergency signal received. Your pickup is on the way and will arrive at 0600 hours. Over. Ойынның дауысын азайт дейді. Бізде шулап кеткен сияқты ойынның дауысы, ше? Бетейік те. Енше қалай бет? Әлі бет? Осырып қойсаң, ше? Нечайна, прикинь, осырып қойдың. Амың, бітейін деп атыр. Қалай болды енді? Азайт тағы дейді. Қотағымды жей. Түскенге батқан жоқ ше. Ана ойынның дауысы ше. Шешенің амсысы кейін бір жел болып жатыр ше, пиздес ойында. Саған да естіліп отыр ғой, айтпақшы. Не мына ой, ана нені сүйеді мына? Қотақ. Өліп қалды қалың. Не айқайлайсың, далбойып? Болма, просто ашын, шеше. Вы закричали дейді. Өліп қаласың мұнда ашын. Жаңа шешесі кейін басты көрді, өліп кеттік біз. Прикинь? Әлі қорқып өрген жақпыз да біз ше. Бизнес болды. Да, жақсы достар, рахмет. Вы закричали. Пиздец. Шеңам, кім айтты мына ойынды маған? Жаңа үйдің ішінде едік қой. Қазір неге далада жүрміз? Қазір чат біздің сыбырлап сөйлегеніміз сендерге естіліп жатыр ма? Алло. Все нормально. Так, Кира.
Бля, пиздец напряжен. Бола берем, а? Пиздец напряженный ойын ғой. Шешеңнің кетіп баратсың, как будто қазір көтіңнің астынан біреу шығатын сияқты ғой, е. Де мойны. Де бір ескеп тұрған сияқты. Я, сука. Пиздец. О, Мирас, қалай жағдай? Алейкум салам, қалай жағдай, рады? Жақсың ба? Кеттік. Ма, Ілсей. Сігет қазір артыңнан дейді. Болды. Жай сөйле, долбоёб. Жаныңнан біреу шығатын сияқты шекесің. Көтіңе тағап тұратын сен. Тышқақпай. Вышка.
Бля, котақ, сука! Братан, жаным қалмады. Ёп твою ма. Бля, шеш, не шықты, не анау? Қыз қош. Астынан шықты осылан. Сайбал ана үйге ит алмай пиздес болдық қой. Короче, былай істейік та. Похуй, жүгіре беру керек сияқты ғой. Шифтпен емес. Или адым анында. Бір орында айналайық та. Сөйтейік онда. Или давай кет. Несінен қорқамыз? Ладно. Ой, шеше, хуйня ойын, хор ойын ғой дейсі. Шығып кетші бар я, ұнамаса. Ерасыл. Кім сенің? Кім саған, блядь, жалын атыр кір деп. Секіршін я. Үйге барамыз, ана үйдің вакансиясы ал. Пиво емес мияқты. Өртеніп кеткен ғой бұлар.
Зарядкамыз бітеді қазір Ерасыл. Әлі түн болып отыр ғой, прикинь. Кейін жаңа қайтып баратсың ғой дейді. Естің ба? Одно место. Майду. Қанша уақыт қалды? 10 минут қалды, жеке 10 минут. жаңағы ма осы? Айқайлауға болмайды, жігіттер, айқайлауға болмайды бізге. Ұтылып қаламыз, айқай дауыс шығарсақ. Сыбырлап сөйлесу керек, сыбырлап. Ерасыл, біздің қазір зарядкамыз бітеді. Тамыр. Анлак болады зарядка бітсе. Бүгін кино көрмейміз. Бүгін кино көрмейміз, бүгін осыны ойнаймыз. Кино қатты көргілерің келсе өздерің көріп. Өздерің көре беріңдер. Ұнамаса шыға салыңдар шеше. Бірдеңе жанып тұру керек.
Болды ма? Вы не закричали пока что, дейді ғой. Вас пытались напугать 24 раза. 5 обнаружено в области 3, обнаружено в Рюрикове 1. Типа бар ма тағы біраз нәрселер? Типа бар сияқты ғой. Типа бір рет ойнағанға нормальный ойын екен да, а так шляпа екен да, шешең таза, иә? Созып отырған мүжгілегі болмайды екен бұның. Біраз бөжігі ше. Толып тіпті салғансың. Не болды сонда? Вот енді қара. Самый қорқынышты болған саған. Осы мысалы қазіргі отқан 15 минуттың ішіндегі самый қорқынышты болған. Біріншісі ғой. Вот біріншісі келіп айқайлап жібердік қой. Сол кезде шошып кеттім, а так, бля, анай бір пиздец бір. Ана қолым кажется напряжениеде отыр ғой, оң қолым ше. Алыста отыр ғой. Қорсам, мына иығым дүрлеп отыр ғой. Мен жаңа анау басында пиздец напрягта отырдым ше, жүгіріп баратасың да, и қарайсың, андай ғой, короче. Бір как будто бір жаныңнан шығып қалатын сияқты да ше. А так бір рет ойнағанға норм. Типа интересно такой, айқайлауға болмайды андай сюжетка ше. Қалай айтсам болады, бәріне ұқсамайды. А так шляпа ғой, таза екінші рет ойнамайсың ғой.